Өскемен қаласы НС мектебінде жүзеге асырылатын ұрпақтар сабақтастығы жобасы аясында жалғыз тұратын қарияларға мекенжайлық көмек көрсету жұмысы жыл көлемінде тоқтаусыз атқарылды. Мектеп Өскемен қаласы әкімдігінің Үлбі халыққа әлеуметтік қызмет көрсету қалалық аумақтық орталығымен ынтымақтастық туралы меморандумға отырған. Осының негізінде жоба үйлестірушісі педагог куратор Жанна Нетбаева орталық басшылығымен тығыз байланыс жасап, көмекке зәру қарттардың тізімін алып отырады. 15 қарияның үйіне әр шаңырақ оқушылары кезекпен аптаның сенбі күндері барып тұрды. Мекенжайлық көмек көрсету шарасына оқушылармен қатар ата-аналар да белсенділік танытты. Қарияларға табысталатын әлеуметтік себеттің құрамына азық-түліктер, сабын жуу заттары, басқа да тұрмысқа қажетті заттар салынып, сонымен қатар мереке қарсаңдарында тосын сыйлар жасалынды. Алатау шаңырағының оқушылары Евгения Князеваның сүйеніп жүретін таяғының ескіргенін байқап, жаңасын алып берді. Аталмыш жобаны жүзеге асыру мақсатында оқушылар Забота атты клуб құрды. Әр адамның өмірінде қиын сәттер болуы мүмкін. Сондықтан өз басым көмек көрсетуден аянбаймын. Қоғамда волонтерлік қозғалыстың дамуына үлес қосудамын дейді Айша Дүйсенбекова. Бұл жобаға қатысу арқылы мен қазіргі кезде үлкен адамдарға, ата-апаларға біздің көмегіміз, құрметіміз қажет екендігін түсіндім. Ғұмыры ұзақ апа-аталардан бата алу, оқуымызға, өмірімізге сәттілік тілеп, ризашылығын білдірулері мен үшін мақтанарлық жайт дейді Айзада Ташкенова. Ералы Тоқтағанның анасы Нұргүл Бақынованың айтуынша, мұндай ақ самай қариялармен кездесу оқушылар үшін үлкен сабақ береді. Олар өз әңгімелерінде өмірді сүю, барыңды бағалау, жақындарыңа қамқор болу, тағдырыңа риза болу сияқты құндылықтарды жастардың бойына сіңіреді. Жоба үйлестірушісі Жанна Нетбаева жобаны жүзеге асыруда ата-аналардың белсенділігін атап өтіп, қарт адаммен қарым-қатынас орнатуда оқушыларға үлгі бола білгендер үшін оларға ерекше алғысын білдірді. Мекенжайлық әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің меңгерушісі мектеп қауымдастығының бірлігі мен тұрақтығы жұмысына тәнті болды. Жыл көлемінде ұрпақтар сабақтастығы жобасының жүзеге асуына белсене атсалысып, жалғызбасты қарияларға көрсетілген көмек үшін мектеп әкімшілігі мен педагог ұйымдастырушы кураторлар Өскемен қаласы әкімдігінің Үлбі халыққа әлеуметтік қызмет көрсету қалалық аумақтық орталығынан алғыс хатқа ие болды. Ұрпақтар сабақтастығы бұл үзілмейтін жіп іспеттес, өткенді, бүгінді және болашақты байланыстыратын маңызды дәнекер.